экен. Ана үлкен Измирден кейін бізге андай ауыл сияқты елестеп жатыр да. Ауыл дегенде жаман мағынада емес, бірақ андай тыныштықтың мекені болып жатыр. Негізі шынымен де қалада сондай жазулар көп та, хузур деген жазулар көп. Хузур вакты деген сияқты. Хузур деген бізде тыныштық деген сөз ғой. Чин дей ма сендерге? Жапон değiliz dedim. Şimdi Vaşi'ye de verin ana. Çin'de dос па, Жапон дос па, қайсысына мәлім білмей қалып. Бұл бізде Қаратай медресе музейі, яғни 1251 жылдан бері келе жатқан медресе типіндегі музей екен. Бұл медреседе кезінде Юнус Эмре оқыған дейді. Сосын тағы кім? Шелшіктердің Әмір есімді сұлтан салдыртты. Бұл Селжүктерден қалған араб тілінде жазылған іргелердің қабырғаның сынықтары екен. Мына жерде анық көрсетілген осы нелердің тастардың жазу түріндегісі. Мына жерде арабша Зүмер сүресінің аяты екен. Білетіндер мен білмейтіндер бірдей бола ала ма, тең бола ала ма деген секілді мағынасын жазып қойыпты. Сол заманғы су каналдарының бірі екен. Қазір осылай қоршауға алып қойыпты, яғни адамдар бұзбасын деген мақсатта шығар. Бұл көйлекке Құрандағы Фатиха, Аятал Күрси, сосын Фалақ, Нас, тағы да басқа сүрелер жазылыпты, яғни ауырған адамдарға, ауруларға кигізеді екен бұны. Biz Türkler olarak hep birbirimize sahip çıkmamız lazım. Kazakistan'daki öğrencilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Türk Birliği işte budur. Ömür boyu mutluluklar diliyorum hepinize. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar. Келесі келген жеріміз көне археологиялық музейі. Осындай грек заманынан қалған көне тас мүсіндерден құралыпты. Мына іргеде байқап отырмын, Коняның тарихы жазылыпты. Коня дегенді біз не деп ойлаған өзім, қандай сөзден шыққан деп. Сөйтсе, мына жерде жазылыпты. Этимологиясы Коня сөзі икон деген сөзге байланысты шыққан екен. İşte kadınların saç iğneleri var arkada. Saçları. Bu ilgili gördüğünüz bunlar. Çin'in şeyleri çok var. Sınırlısınız ya. Siz Қазақстанға не айтасыз? Kazak sabilerin hepsine selam aytaman. Siz bu yerге gelgeniniz için çok mutlu oldum. Çok suyundum. Konya'mız arıdır, güzeldir. Mevlana'mız vardır. Mevlana'nın ölüm yıl dönümü bugün. Şebi Avruz toy günüdür. Mevlana ölgenine toy da baytaydı. Onun için yani bu biz taziye ve üzüntüden kop toy olarak suyunma yani Mevlana'nın Allah'a Rahman'a ulaşkanın kun olduğu için suyunemiz. O yüzden bizim sema gösterilerimiz, müziklerimiz boladı. Bunlar tabii ki Türk dünyasında ters bolganı bilemiz ama Mevlevilikte bulaşı bulması gereken bir şeydir. Kene hoş gelipsiniz. Kop suyundurdunuz bizi. Kaç zaman isterseniz Cangı'dan aytaman. Buyurunuz, geliniz, basımız var. İsminiz қалай? Murat Benli. Bu yerde güvenlik görevlisiyim ben bu yerde. Ahmet. Konya'mıza geldiğiniz için teşekkürler. Bizim için Atayurdu, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan bölgesi önemli olduğu için buradan gelen kardeşlerimizi Konya'da ağırlamak bizim için mutluluk verici. Önemli bir haftaya girdik, Şebi Arus haftası. 7-17 Aralık Mevlana'nın ölüm yıl dönümünün kutlandığı, etkinliklerin yapıldığı bir haftadayız. Ve bu vesileyle dünyanın birçok yerinden, farklı ülkelerden ziyaretçilerimiz oluyor. Ve sizi tanımak ve size Konya'yı tanıttığım için de ayrıca mutluyum. Tekrar farklı bir coğrafyada, farklı bir yerde buluşmak dileğiyle tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Sağ olun.
ve Hazreti Ali'yel Mürteza. Сен көптен күттің ғой бұл нәрсені. Кітапты оқыдың. Иә. Өте қатты ұнады. Сонша жаңбырлатып келгенімізге стоит деп ойлаймын. Су. Сондай ақ өте недооценивать етіп келген екенбіз басында ойлағанмын. Шығады, просто айналып кетеді деп, бірақ әр қимылдары, жүргендері, шыққандары, барлығы живой музыкамен болғаны өте жақсы. Не айтып кеттім? Күшті әсер қалдырды. Бәріңе сәлем. Маған да қатты ұнады. Мен бұл жерде вообще-то кездейсоқ келіп қалған адаммын. Бірақ андай бүткіл қимылында бір мән бар, иә. Андай Ашинаның қолын былай көтергені, былай не істегені бүткілінде мән бар. Қазір барып тарихын оқимын. Біз осындай көлебектер деп түркше айтатырмын ғой. Біз осындай көбелектер бақшасына келдік. Мұнда көбелектер еркін сай жүреді екен. Адамдар өте көп. Көрдіңіздер ме, қалай күшті. Тропикалық жерде жүрген сияқтымыз. И іші өте жылы екен. Бір жағы қорқынышты, көзіне кіріп кететін сияқты, өте әдемі көбелектер. Сыр білгіре алмай жатырық қой. I get defensive and insecure. My own worst critic. Behind a closing door, I'm fragile. Infection, that's for sure. I burn myself down to the ground. Oh, can I ask of you to treat me soft and tender? Love me hard and true. Keep my heart from building walls so high. Çok gezdik, çok beğendik. Көшеде адамдар бір түрға қарайды. Біздіге жапон сияқты қарайды ғой. Біз айтамыз, біз қазақ ақпыз дейміз. Конияның көшелері ұнаматыр бізге. Өте ерекше екен. Адам аз, туристер аз. Сондықтан болар вниманияға бөленіп жүрміз. Өйткені адамдардың барлығы бетімізге тесіліп қарайды. Біз қазір Мәулананың, яғни Румидің музейіне келдік. Бұл музейде сонымен қатар Мәулананың жаңағы зираты, қабірі орналасыпты. Өте үлкен көлемде, үсті басы арабша жазулармен көмкерілген. Ғимараттың архитектурасы, сәулет өнері өте әдемі екен. Барлығы қол жайып дұға тілеп жатыр. Мына отырған кісілердің бір құлшылықпен айналысып жатқаны көрініп тұр, бірақ нақтырақ не істеп жатқандар белгісіз. Бір жағынан қарасаң, қайыр сұрап жатқан адамға да ұқсамайды. Өйткені кәдімгідей музейге кіріп отырды. Енді мына жерде қайыр сұратпайды. Бірақ осы бір діни рәсім орындап жатқан сияқты. Өзіме қызық болып тұр, бірақ сұрауға ұяласың. Gönüllerde hasretin var. Yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my Біздің кешкі асымыз күн ұзаққа тығып жүрмедік. Бұның историясы өте қызық. Отельге еспей қойсын, иә. Отелімізге қайтып келдік. Все!